Сәлеметсіздер ме 5 сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English plus 5 Students Book Unit 1 Subject Pronouns to be singular and plural деп аталатын жаттығуды сабақтағы жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптармен танысып боламыз. Page 7, 7-ші бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Сабағымызды бастайық. Exercise 1, бірінші тоол. Listen and repeat the words. How do you say we, you and they in your language? Тыңдауды тыңдай отырып, мына сөздерді қайтала дейді, және де бұл сөздерді қазақ тілінде қалай аударылады, қазақ тілінде қалай атайсыз дейді. For example, we. We дегеніміз қазақ тілінде біз болады, бәрі өздерін көрсетіп тұр, біз. We. Next, you. Сен немесе сендер деп аударылады. Сыпайы түрде сіздер деп айтсақ болады. You, сен, сендер, сіздер деп аударылады. Next, they. Олар. Осымен біз бірінші жаттығуды аяқтадық. Next, exercise 2. Complete the table with plural forms in the texts on page 6. Мына төмендегі берілген кестені 6-шы жаттығудағы мәтінге қарай отырып толықтыр дейді. Exercise 2. I am, қысқарған түрі I am. Ал көпше түрде біз, біз болады we are, қысқарған түрі we are. To be етістігін қысқартып жазамыз, бірақ оқыған кезде толық оқимыз we are деп. Next, you are. Сен. Көпше түрде you are ешқандай өзгеріссіз қалады. Next, he is, she is, it is қысқарған түрі his, she's, its болады. Ал ол енді олар деп айтатын болсақ they are қысқарған формасы they are. Яғни a әрпі түсіп қалады да, жоғары жағына апостроф қойылады. Next, exercise 3. Replace the words in blue with words in the box. Төмендегі берілген есімдіктермен және де жаттығудағы көкпен берілген сөздердің орнын алмастыруымыз қажет. For example, Астана is the capital city. Астана бұл бас қала. Астана is big. Астана үлкен. Сонымен қандай көкпен берілген сөзді қандай есімдікпен алмастыруға болады? Астана деген бұл қала, яғни жансыз. Сондықтан it есімдігімен алмастырдық. Yes, it is big деп. Next, exercise 3 жауаптармен бірге оқып аударайық. Clara is from Brazil. Clara Бразилиядан. Clara бұл қыз болғандықтан she есімдігімен алмастырамыз. She is from Brazil. Yes. Next, Julia and I are from Australia. Julia мен Австралиядан біз дейді. Яғни I есімдігі тұрғандықтан Julia және мен, яғни біз, біз дегеніміз ағылшын тілінде we. We are from Australia деп айтса болады. The third, London and Tokyo are capitals. Лондон мен Токио бұл астаналар. Яғни бұл жерде екі қала тұрғандықтан олар they есімдігімен алмастырамыз. They are capitals. The fourth, Lucas is from Washington. Lucas Washington қаласынан. Яғни Lucas дегеніміз ұл бала болғандықтан he есімдігімен алмастырамыз. He is from Washington. Елдер and you are from Kazakhstan. Елдер және сен Қазақстаннансың. Бұл жерде екі адам туралы болғандықтан және де you есімдігі тұрғандықтан, яғни бұл жерде біз сендер Қазақстаннансыңдар деп айта аламыз, Сендер деп болады you are from Kazakhstan. Осымен біз үшінші жаттығуды аяқтадық. Next, exercise 4. Match parts of sentences 1 to 5 with A to E. Яғни мынау сөйлемдерді дұрыс сөйлем жасауымыз керек, екі бөлікті байланыстыра отырып. The first, I'm 10. Almaty is a city. We are friends. Timur is a boy. She is a teacher деп айтса болады екен. Next, exercise 5. Complete the sentences with the correct form of to be. Төмендегі берген сөйлемдерді to be етістігінің дұрыс формасымен толықтыр дейді. For example, Inju is 12. Inju 12 жаста. Яғни Inju деген қыз,
ол деп айтамыз. Бұл жерде she есімдігінің орнында інжу деп жазылып тұр. She is 12 деп айтамыз. Сонымен exercise 5, 5-ші жаттығу. Let's read and translate. Берілген сөйлемдерді оқып аударайық. The first. Ертес and his teacher are from Turkey. Ертес пен оның мұғалімі Түркия қаласынан. The second. The USA and Brazil are big countries. ақш құрама штаттары мен Бразилия бұл үлкен қалалар. Praga is the capital of the Czech Republic. Прага бұл Чех Республикасының астанасы. Бибігүл and I are 10 years old. Бибігүл және мен 10 жастамыз. Carmen is my friend from Sydney. Кармен Сидней қаласындағы менің досым. I'm a student here. Мен мұнда оқушымын, студентпін. You are in my class. Сен менің сыныбымдасың. Бұл жерде мынау белгі арқылы екеуін де қолдана аласыз. Мынау қысқармаған формасы, мынау қысқарған формасы. Негізі көбінде сіздер қысқарған формасын қолдануларыңыз қажет сөйлемде. Next, exercise 6. Read and listen. Then practice the dialogue. Change the words in blue. Бұл жерде сіздер төмендегі берілген диалогты тыңда дейді. Одан кейін оқып отырып, көпте берілген сөздердің орнын алмастырып, диалогты жаттығып айтыңыздар. Берілген диалогты оқып отыратын болсақ, hello, what's your name? Сәлем, сенің атың кім? I'm Jack and you. Мен Джекпін, ал сен ше? My name is Edita. Мен Эдитамын. Where are you from? Сен қайдансың? I am from Manchester in England. Мен Англиядағы Манчестер қаласынамын. And how old are you? Және де сен қанша жастасың? I'm 11. Мен 11 жастамын дейді. Тура осылай сіз досыңызбен басқа диалог құрастырып, жаттықтырып айтсаңыздар болады. Бұл жерде яғни екі кейіпкердің ортасындағы сөздерді алмастыру өте оңай деп ойлаймын. Next, exercise 7. Complete the key phrases with words from exercise 6. Төмендегі берілген фразаларды 6-шы жаттығудағы сөздермен толықтыр дейді. What's your name? Yes, what's your name? Сенің атың кім? How old are you? Сенің жасың нешеде? Where are you from? Сен қай қаладансың? Сен қайдансың деп айтамыз. Осымен диалог құрастыруға болады. Exercise 8. Practice the dialogue from exercise 6 again, but invent new information. Then introduce your partner to the class. Яғни бұл жерде сіздер 6-шы жаттығуда досыңызбен диалог құрастырасыздар ғой. Сол кезде сол диалогтан алған мәліметтеріңіз бойынша 8-ші жаттығуды орындайсыздар. Мысалы, досыңыз туралы мәлімет айтасыз. This is Daniela деп бұл жерде Даниеланың орнына сіз өзіңіздің досыңыздың атын қоясыз. She is 10. Егер қыз болса, оның жасын айтасыз. Егер ұл бала болатын болса, he is 10 деп жазамыз. Yes. He is деп оның жасын көрсетесіз. And she is from Belém in Brazil. Және де ол Бразилиядағы Белем қаласынан дейді. Сіз досыңыз қай қаладан, қай елден осылай бір сөйлеммен көрсетсеңіздер болады. Осымен біз 7-ші беттегі жаттығулардың жасалу жолымен жауаптарымен танысып болдық. Келесі сабақта кездескенше goodbye. Келесі сабақ бізде numbers 1 to 20.